Қайырлы күн, құрметті көрермендерім, сіздермен бірге Жазира. Бүгін осындай өте дәмді үй жағдайында торт жасайтын боламыз. Өте оңай. Ең алдымен 5 жұмыртқаны ағына сарысын ажыратып алып, ағына қантты аз-аздан қосып отырып, ағарғанша көпіртіп алатын боламыз. Бұл торттың жасалуы, құрамы өте оңай, дәмі өте керемет болып шығады екен. Сол үшін міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Мінекей осылай ағартып алдым, қантты қосып отырып, енді осыны сарының үстіне қосып, тағы да екеуін біркелкі болғанша миксерлеп аламыз. Достар, каналыма жазылып, лайк басып қойыңыздар. Сіздер үшін бір сәт, мен үшін өте үлкен қуаныш. Мінекей осындай болып араластырып алдық. Енді онменен разрыхительді қосып аламыз. Електің көмегімен, електен елесек, онда арасы үлпілдек болып пісетін болады. Мінекей осындай сұйық қамыр пайда болды бізде. Винчиктің көмегімен, лопаткамен араластыруға болады. Енді пергамент қағазын төсеп, менде қазір 22 сантиметрлік формочка. Мінекей осылай құйып пісіріп алдым. Арасын кесіп қойдым, осындай әдемі үлпілдек болып пісті, жұмсақ болып. Осындай крем жақтым. Крем жақпай-ақ жеуге де өте керемет. Мінекей айналаларын кесіп, үстін безендірдім. Сіздер өз қалауларыңызша безендірсеңіздер болады. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет.